Бүгінгі кездесу барысында спикерлер референдумның қоғам үшін маңыздылығына ерекше тоқталды. Олардың айтуынша, елдегі маңызды өзгерістер әр азаматтың белсенді қатысуымен жүзеге асады. Сондықтан мұндай кездесулер халыққа ақпаратты дұрыс жеткізіп, азаматтық жауапкершілікті арттыруға мүмкіндік береді. Спорт мектебінің қызметкерлері де бұл бастаманың маңызын түсінетінін айтып, ел болашағына қатысты маңызды шешімдерге бейжай қарамайтынын жеткізді. Енді ауыл партияны сіздер жақсы білесіздер, біз қазір аманаттан кейін екінші орындамыз, мәжілісте біздің 8 депутатымыз бар. Енді біздің ең басты мақсат ол мына ауылдың мәселелері. Енді біздің ұранымыз гүлденсе ауыл, гүлденеді еліміз деген ұранымыз бар. Енді ол партияның әңгімесін бөлек айтам. Кейін бір кездесулерде бүгінгі мақсат ол мына конституцияға байланысты. Осыдан бір ай бұрын партияның политсоветі өткен, саяси кеңестің кеңейтілген жиналысы, сол кезде біздің партия осы жаңа жобаны қолдап, жаңағыдай осы коалицияға біз кірдік. Халықпен кездесіп жүрміз. Халықпен кездескенде енді бір жағынан қобалжу бар. Өйткені бұл ата заң ғой. Бұл енді бізге бәленбай жылға бір бағытымыз, біздің мына келешек болашағымыз. Екіншіден, мына халықпен кездескенде екіншіден түсінік бар. Себебі қазір өзі мына геосаяси жағдайды байқап отырсыздар. Күрделі. Сондықтан бізге береке бірлік керек. Мысалы, мына конституцияда, кіріспеде, мына предисловияда, преамбулада мынандай ұғымдар бар. Жасанды интеллект, цифровизация деген әңгімелер бар. Бұрынғы конституция жоқ болады. Бұл енді біздің өмірімізге әбден кірген нәрсе ғой қазір, цифровизация біз. Біз басқа мемлекеттерден алдыға шығып кеттік. Бірақ оның ішінде, мысалы, мына жасанды интеллектке байланысты әсіресе тағы да заңдар шығу керек. Өйткені әсіресе мына адамның өзінің жеке ақпараты, мына неге байланысты, жаңағы заң бұзушылыққа байланысты, ол әрине тағы ол үшін заңдар қабылдану керек. Ол мына неде конституцияда көрсетілген. Ол жерде мысалы мына тағы бір ғылым, білім деген әңгімелер жеке көрсетіліп отыр. Неге? Өйткені біз ертең мына дамыған мемлекеттердің қатарында болу үшін бізге әрине балалардың келешегі үшін ол өте маңызды нәрселер. Кездесу ашық пікір алмасу форматында өтті. Қатысушылар референдумға қатысты сұрақтарын қойып, ұсыныс пікірлерін ортаға салды. Спикерлер өз кезегінде референдумның негізгі мақсаты мен оның ел дамуына ықпалы туралы кеңінен түсіндірді. Әсіресе жастар мен спорт саласының мамандары үшін мұндай кездесулер маңызды екенін айтылып, олардың қоғамдық процестерге белсенді араласуы керектігі атап өтілді. Коалиция мүшелері келді, барлығын жақсы түсіндірді. Біздің де мектеп тарапынан қолдау білдіріледі. Барлық сұрақтарға өте жақсы, түсінікті жауап берді. Барлығымыз референдумды қолдаймыз, барлығымыз барамыз, ат салсамыз. Коалиция мүшелері бізге келді, барлығын өте жақсы түсіндірді. Біздің ұжымға өте пайдалы мағлұматтар берілді. Біз қолдаймыз, барлығымыз барамыз, ат салсамыз, толықтай дауыс беруге. Шараға қоғамдық коалиция мүшелері де қатысып, референдумның мәні мен мазмұны жөнінде жан-жақты ақпарат берді. Олар елдегі саяси жаңғырту үдерісіне қоғамның барлық өкілдері қатысуы маңызды екенін атап өтті. Коалиция мүшелері азаматтарды жауапты шешім қабылдауға шақырып, әр адамның пікірі мен таңдауы ел болашағына әсер ететінін айтты. Бүгін номері 1 Жақсылық Үшкемпіров атындағы спорт мектебінің ұжымымен өңірлік коалиция мүшелері кездесу өткізіп жатыр. Жалпы кездесудің соңғы күндері жалпы ұлттық референдумның барысындағы жаңа ата заңымыздың әрбір бөлімін, әрбір тармағын осындағы азаматтарға түсіндірдік. Енді алдағы уақытта осы азаматтар 15 наурыз күні сайлау учаскелеріне келіп өздерінің таңдауларын жасайды деген үлкен сенімдеміз. Енді өңірдегі коалиция мүшелері бірнеше әртүрлі саланы қамтыған азаматтармен кездесу үстінде. Бұл іс-шаралар, кездесулер біздің жаңа ата заңымыздың қабылдануына, жалпы ұлттық референдумда азаматтардың белсенді қатысуына тікелей септігін тигізеді деп мен ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі кездесу өзінің жемісін 15 наурызда береді деген ойдамын. Бүгін және ертең осы жаңа ата заңымызды түсіндіру бағытындағы жұмыстардың соңғы күндері 14
наурыз күні тыныштық күні, 15 күні барша қазақстандықтар болып, осы жаңа ата заңымыздың қабылдану үшін сайлау учаскелерінде таңдау жасайтын боламыз. Спорт мектебінің ұжымы мұндай кездесулердің маңыздылығын ерекше атап өтті. Олардың пікірінше қоғамдағы әрбір маңызды бастама туралы ашық әрі түсінікті ақпарат беру азаматтардың саналы таңдау жасауына мүмкіндік береді. Кездесу соңында қатысушылар алдағы референдумға бейжай қарамай, ел болашағы үшін маңызды қадам жасауға дайын екендерін жеткізді. Нұрай Медетқызы, Аймұрсланқызы, Ажар Бауыржанқызы, Әлішер Абилов, ТВ Алтай телеарнасы.